Ассалаумағалейкум қазақ елі. Нұрлан имам өзін сынаған Қабылбек ұстазға жауап берді. Қабылбек сіз туралы айт мәлімет не қылайық? Айтады, дұрыс, айта берсін. Айтады, ол кісілердікі дұрыс. Соңғы кезде Нұрлан имамға шүйлігіп тиісінетіндер көбейді. Негізі ол кісінің пәтуа беруге ақысы жоқ. Фатуаны патша береді, муфти береді, надан береді дейді. Соның бірі мына кісі. Оған Нұрлан имамның Назарбаев туралы айтқан сөзі ұнамай қалған. Назарбаев мешітке барғаны, ол өзін ақтай алады ма дейді. Жоқ жан. Бәрі кешіріліп кетеді деп, жоқ ондай емес. Мешітке бар, маған десең анау қаратас қағбаның ішіне кіріп шық, қағбаны құшақтап өліп қалсаң да не помощь. Біреудің ақысы болса. Сен қандай адам болғасың, не істегесің, соған жауап бересің. Елбасына қарап айтылған уағызды да тыңдадым мен. Ол елбасы да қателік істеген шығар. Біз бәріміз күнә